Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі 79-шы сабақтың тақырыбы жұрнақ пен жалғау. Сабақтың мақсаты жұрнақ пен жалғауды ажыратуды үйренемін. 62-ші жаттығу. Өлеңді түсініп оқы. Біздер шымыр жүйрікте, допты торға тоғыттық, епқан емес бірлікте, керек екен сонықтық. Қарамен жазылған сөздердегі қосымшаның жұрнақ немесе жалғау екенін айт. Біздер, түбірі біз, дер, жалғау болып тұр, я? Келесі, доп, та, түбірі доп, ты, жалғау. Торға, түбірі тор, ға, жалғау болып тұр. Демек, үш сөзде де жалғау кездесіп тұр екен, я? 63-ші жаттығу. Берілген сөздерден үш сөйлем құрап жаз. Спорттық жарыстарда болады төреші, тәртіпті ол қадағалайды. Әділ болуы төреші тиіс деген сөздер берілген екен. Енді осы сөздерден үш сөйлем құрайық. Спорттық жарыстарда төреші болады. Ол тәртіпті қадағалайды. Төреші әділ болуы тиіс. Келесі 64-ші жаттығу. Өлеңді оқып, ондағы қимылдарды жасап көрсет. Денені тік ұстағын, екі аяқты жұптағын. Оң қолыңды оң тұсқа, сол қолыңды сол тұсқа, созғын тағы тұр мұнда, бірде төмен жоғары келтір тағы қимылға. Антонимдерді тап деген екен. Бұл жерде антонимдер оң, сол, төмен, жоғары деген сөздер бір-біріне антоним болып тұр. 65-ші жаттығу. Сөздерге тиісті жұрнақтар мен жалғауларды жалғап оқы. Өзің қалаған бір сөзбен сөйлем құрап жаз. Кітап, тар, жалғау болады. Ас, паз, паз деген жұрнақ болады, я? Спорт, тың деген жалғау. Өнерлі, лі деген жұрнақ. Футболшы, шы дегеніміз жұрнақ болып тұр. Енді осының ішінен спорттың деген сөзге сөйлем құрап көрейік. Менің әкем спорттың біраз түрімен айналысады. Шығармашылық үзіліс. 66-ші жаттығу. Спорт жарысы туралы жазылған хабарламада қай сөз көп қайталанады? Оны керекті сөздермен алмастырып, қайта оқып көр. Бірінші, берілген мәтінді оқып көрелік. Оқушылар арасында спорт түрлерінен жарыс болды. Біздің сыныптан арынар, салтанаттар болды. Олар секіру жүгіруден бірінші болды. Жарыс көңілді болды. Демек бізде қайта-қайта қайталанып тұрған сөз болды деген сөз екен. Енді соны керекті сөздермен алмастырып көрелік. Оқушылар арасында спорт түрлерінен жарыс ұйымдастырылды. Біздің сыныптан арнұр, салтанаттар қатысты. Олар секіру, жүгіруден бірінші болды. Жарыс көңілді өтті. Құрметті оқушылар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Егер де сабақ сіздерге ұнаған болса, онда міндетті түрде арнама жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі сабақта жолыққанша аман сау болыңыздар.